тілі мен әдебиеті бар ел ғана өз алдына дербес ел бола алатынын біз ұмытпауымыз керек. Ахмет Байтұрсынұлы. Сәлеметсіз бе, достар, көрермендер. Бүгін сіздерге қазақ тілі пәнінің кабинетіне арналған стендтерді көрсететін боламыз. Всем здравствуйте, друзья, зрители. Сегодня мы хотим вам показать стенды казахского класса. У нас имеется основной большой стенд, имеется две боковины и заголовок. Енді бұл жерде көрсететініміз сіздерге, бұл жерде сапасы жақсы, керемет, ламинация бәрі жүргізілген, узорлардың бәрі шетінен қолмен кесілген. Можно сказать, что это ручная работа. Енді бұл жерде түсіндіріп кететін жер, заголовкасы осындай жазулармен өте әдемі, ою-өрнекпен. Өзі үлкен стендке келетін болсақ, бұл жақта тақырыбы тіл ғылымдары. Бұл жерде лексика, фонетикалық талдау, морфология жазулар көрсетілген. Мысалға лексикадан аралай қалай кететін сөз тіркестері, сөз құрамы, тағысын тағы. Мына жерде де сөзден жалғастырады. Өзіңіз бәрі көріп отырғандай, суреттері өте анық, оқуға ыңғайлы, бәрі керемет. Екі боковинасына келетін болсақ, мына жерде пунктуациясы, бұл жаққа кіретіндері нүкте, қос нүкте, көп нүкте, үтір, тағысын тағы. Екінші жағын қарайтын болсақ, бұл жерде стиль тақырыбында қандай стильдер барын белгілейді. Ғылыми стиль, ресми іс-қағаздар стилі, тағысының тағысы. Бәрінде көріп отқандай тамаша, ыңғайлы, өте керемет сапада.